Ассаламу алейкум. Таңғы асқа ірімшіктен вафли дайындайтын боламыз. Ұсақ үккіштен ірімшікті өткіземіз. Үстіне сүзбе саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа қосамыз. Еліктен өткізілген 4 ас қасық ұн қосамыз. Ұсақтап туралған аскөк қосып, қамыр илейміз. Қолға кішкене жабысыңқырайтын болады. Шетінен алып, дөңгелетіп, тақтайшаның үстіне қойып шығамыз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Видеодағындай вафельницамызды жақсылап қыздырып, қамырды салып, қызартып, пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше. Қаймақпен немесе кез келген соуспен дәмді болады. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сәттілік!